Саналы түрде тамақтану дегеніміз не? Зейін бұл қазіргі уақытта болу тәжірибесі. Есте болған кезде біз осы жерде және қазір болып жатқан нәрселерге назар аудара отырып, көбірек зейінді боламыз. Егер біз бұл философияны тамақпен қарым-қатынасымызға аударатын болсақ, бұл біз қарапайым тағамдардан ләззат ала бастаймыз және денемізді тыңдауды үйренеміз. Бұл өте маңызды. Көбінесе адамдар здесь и сейчас, яғни қазіргі сәтте, осы сәтте өмір сүре алмайды. Яғни ол сізге қиын болса, саналы түрде тамақтану дегеннен бастасаңыз болады. Көбінесе адамдар бұрынғы өмірмен өмір сүреді, немесе болашақты уайымдай береді. Ал бұл әдіс сізге дәл қазір осы сәтпен өмір сүруге көмектеседі. Саналы түрде тамақтанудың бірнеше негізгі қағидалары бар. Осыны қолданып, осы уақытта өмір сүруге сізге көмек береді. Ең бірінші, қазіргі уақытта болу. Барлық гаджеттерді тастап, тамаққа назар аударыңыз. Яғни, тамақ ішіп отырған кезде телевизор қарамаңыз және телефонды да қарамауыңызға кеңес беремін. Екінші, қабылдау және үкім шығармау. Тамаққа қатысты міндетті және неге мен мұны жеймін дегенді есте сақтаңыз және оларды бір жаққа қойыңыз. Үшіншісі, ағзаға назар аудару. Өзіңізді қалай сезінесіз? Шиеленісу сезімі, босаңсу, тітіркену, сабырлылық, толқу. Яғни тамақ ішіп отырған кезде сіз қандай сезімде отырып тамақ жеп отырсыз? Ең соңғысы, тамаққа назар аударыңыз. Оның құрылымы, түсі және дәмі қандай? Түрін көріңіз, түсі қандай, иісін иіскеңіз, бүкіл жан-тәніңізбен сезініңіз. Әрбір аузыңызға салып жатқан бір түйір тағамның дәмін сезінуге тырысыңыз. Есіңізде болсын, сіздің сезімдеріңізді және ойларыңызды түсіну соның ішінде тамақтану кезінде, сондай-ақ автоматты реакцияларға түспеу денсаулықты, тепе-теңдікті және даналықты алудың алғашқы қадамы. Қарным ашты екен деп бар нәрсені жей бермей, өзіңізден әрқашан сұрап тұрыңыз. Мен не нәрсе жейін деп жатырмын? Бұл тамақ маған қазір керек пе? Мен өзім дәл қазір қандай тамақ жегім келіп тұр? Неге дәл сол тамақты жегім келеді? Қандай сезім сезінгім келеді? Сондай сұрақтарды өзіңізге жиі қойып, өзіңізбен контактыда көп болсаңыз, өзіңіздің сезімдеріңізді көбірек түсінетін боласыз. Құрметті оқырманым, каналымда болғаныңызға рахмет. Лайк басып, подписка жасап, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар.